Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен тағы мен Айгүл. Бүгін сіздермен таңертең ерте тұру жайлы сөйлескім келіп отыр. Өйткені мен өзім қанша жыл болды ғой намаз оқып жүргеніме. Ерте тұру мен үшін әдеттегі бір жағдайда қатты қиналмаймын. Күйеуге шықпай тұрған кезде, жұмыс жасап жүрген кезде кәдімгідей 5:30-да 6-да тұрып, таңғы ритуалдарымды жасап, 6:30-7 болмай үйден шығып кететінмін. Сондықтан маған ерте тұру мүлдем қиын жағдай емес. Бірақ мен ерте тұрғанда тек қана таң намазын оқып, әрі қарай телефон қараймын, әлде болмаса басқа бір керексіз дүниелермен айналысатынмын. Ал қазір осы 1 ай, 1,5 айдың көлемі болды. Таңертең 5-те тұрып, міндетті түрде осы күнделікті 21 күннің ішінде жасаймын деп өзіме сөз бердім. Бірінші ол медитация таңертең. Өйткені медитация өте пайдалы. Енді оның бәрін қазір пайдасын айтып отырмай ақ қояйын, бірақ медитация тым болмағанда 5 минут жасау керек күнде таңертең. Кейбіреулер түнде ұйқы алдында жасап жатады. Мен ұйқы алдында жасамаймын. Өйткені кешкі 2 баламен жүгіріп жүріп, оларды далаға апарып келу, паркке апарып келу, үйдегі үй шаруаларын жасау, тамақ жасау деген сияқты маған медитация жасамай-ақ мен ұйықтап қаламын. Сондықтан да мен кешкісін ұйқы алдында медитация жасамаймын, тек таңертең ерте тұрған кезде медитация жасаймын. Басында мен өзімде медитация жасай алмайтындардың қатарындамын негізі. Өткені бір видеоны қарадым, сол жерде айтып жатыр, медитация деген бір қиын бірдеңе сияқты адамдар түсінетін, ойлайды, сосын медитация жасағысы келмейді дейді. Негізінде медитация деген тек қана мынау дем алып, дем бергеніңді ойша соны сезініп отыру екен. Мысалы, осыны ойша сезініп отыру керек екен. Жай ғана табиғи біз өзіміз демалып отырмыз, қазір демалып отырмыз, бірақ өзіміз сезбей отырмыз, соны музыканы қосып қойып, 2 минут болса да музыканы қосып қойып, ештеңе ойламай, тек қана қалай демалып отырғаныңды бақылап отыр, осының өзі ең үлкен медитация екен. Мен осы видеодан кейін кәдімгідей медитацияға махаббатым ашылды десем болады. Басына 5 минут тыңдап жүрмін, қазір 10 минуттық медитация тыңдап жүрмін. Медитацияның әртүрлі бар, сөзбен жасалатын медитация бар, тек қана музыкасы бар. Мен екеуін де араластырып медитация жасай берем. Сол менде медитация жасаймын, одан кейін менде шүкіршілік жазу, кәдімгідей дәптерлерге шүкіршілік күнделікті шүкіршілік жазамын. Одан кейін менде кітап оқу. Менде негізінде өзіме пландастырып қойғанымда күнделікті таңертең міндетті түрде таңертең 5000 адым жасау. Таңертең шығып үйден 5000 адымды сол жасап келуім керек. Сол 7-7:30-ға дейін 5000 адым жасауым керек деп өзіме солай дәптерге жазып қойғам. Кітап оқуды да мен 30 бет деп жазып қойғам, бірақ өтірік айтпаймын, сол 30 бетті күнделікті оқымаймын. Бұл жерде енді өзіңе алдыңа план қойған кезде, мысалға күнделікті 10.000 адым жасау керек деп жазып қойған болсаң, соны жасау шарт емес. Мен сол 10.000 адымды жасай алмай қалдым, тек қана 3000 адым жасадым деп отырып уайымдаудың қажеті жоқ. Өйткені сол жасаған 3000 адымыңды құнсыздандырмау керек. Өйткені 3000 адымның өзі, ешқандай адым жасамағаны 3000 адымның өзі үлкен дүние. Бүгін 1000 адым жасайсың, ертең 2000 адым, арғы күні 3000, солай 5000, 10.000-ға да жеткізесің. Ең бастысы бұл жерде бастау. Мен көп кітаптар оқимын, сол жерде жазып жатыр. Ең маңыздысы бастау. Бастап соны күнделікті ритуалға айналдыру дейді. Мысалға, кітап оқу, таңертең жаңа медитация, шүкіршілік жазу, кітап оқу, сосын жаңағы таңертең далада жүріп келу, жүгіріп келу, әлде болмаса спортқа барып жүрсеңіз, фитнеске барып жүрсеңіз, сол фитнеске барып келу, бұның бәрі енді дене шынықтыруға кіреді ғой, спортқа кіреді. Осы 4-еуін мен күнделікті таңертең осыны жасап жүрмін. Ол қаншалықты шүкіршілік болғанда 10 бет, 20 бет деп емес, сол кішкентай ғана 3-4 қатар шүкіршілік жазсаң, соның өзі сол күнге орындалған болып есептеледі. Сол саған бір бақыт гормондарын оятады сенде.
Сол үшін кітапта да 30 бет деп жазған болсаңыз, ол 5 бет оқысаңыз да, 6 бет оқысаңыз да, сол күнгі сол кітап оқыған сізге сол өзінің пайдасын береді. Менде таңертең 5000 адым деп жазып қойдым, бірақ сол 5000 адым жасап жүрмін. Бірақ кешке дейін мен сол 5000 мен қалып қоймайды. Өйткені балдарды паркке шығарамын, паркке жүріп баруым бар. Сосын балдар паркта ойнап жүрген кезде мен тағы жүремін. Кішкене сол паркты айналып, футбол стадионы бар парктың ішінде. Сол стадионның айналасын айналып жүремін да. Кейде 10 мыңға жетіп жатады, кейде 10 мыңға жетпей жатады. Кейде 10 мыңнан 12 мың, 13 мың адым жасаған болам. Кешке қарасам, өзім арнайы приложение, қазақшасы қалай болады, приложение бар, адымыңды кәдімгі санап отыратын, сонда менде приложение бар. Содан қарап күнде өзіме отчет беріп отырамын, есеп беріп отырамын. Солай. Мен сол кітаптарда оқыған дүниені іске асыруға тырысып жүрмін. Бұл мысалға салмақ тастау, салмақ тастау менде қазір 69 болып тұр. Негізінде мен 67 едім. Кеше жақында Қазақстанға барып келген кезде енді 2 килограмм салмақ қосып келдім. Қазір 69-мын. 69, 70 едім, 69 болдым қазір. Тамақтануды да қолға алып жүрмін. Енді өтірік айтпай ақ қояйын, прям диета ұстап жүрмін, бірақ қолдан келгенше күнделікті өмірім салтына айналдырғым келеді. Таңертең құнарлы тамақтар жеу, жұмыртқа міндетті түрде, зәйтүн, енді бізде Түркияда зәйтүндер бар ма кішкентай, сол зәйтүндерден күнделікті таңғы асқа қосу, одан кейін көкөністер, осының барлығын таңғы асқа қолдануға тырысамын, қосуға тырысамын. Кешкі асты мен 5-тен кейін жемей жүрмін. Бірақ кейде болады, енді апта соңы күйеуім үйде болады, апта соңы бәрі менің қалағанымша болмайды ғой. Өйткені біз далаға қыдырып кетеміз, шығып кетеміз, кеш келеміз, 6-да, 6:30-да, 7-де келіп қаламыз. Сол кезде менен тамақ жемеймін деп жүре алмайсың. Кәдімгідей сол кезде бәрімен бірге тамақ ішесің. Ол енді кейде болады, бірақ сол 5-тен кейін жемеуге қолымнан келгенше тырысып жүрмін. Менде енді бір ай, 1,5 айдың ішінде қандай өзгерістер болды десеңіздер, өте керемет бір өзгерістер болды. Шынымен де таңертең ерте оянып, құлаққа наушникті киіп, кәдімгідей далаға терезеге қарап отырып, медитация жасаған, енді мүлдем бөлек бір әңгіме. Ол енді өздеріңіз жасап көруіңіз керек, куәсі болуларыңыз керек. Өте керемет бір сезім. Одан кейін шүкіршіліктерге Аллаға шүкіршілік етесің, кешегі өткен күніңе шүкіршілік етесің, бүгінгі күнің одан да жақсы болсын деген мағынада астына кішкентай тілектеріңізді жазып қоясыздар. Бүгінгі болсын, болашақтағы қандай арман тілектеріңіз болса, соны жазып қоясыздар. Сол сияқты шүкіршілік жазу, жаңа айтқандай 10 бет, 15 бет жазу шарт емес. Қазір мынау Инстаграмда мынандай нелер көп қой, парақшалар. Күнделікті 2 литр су ішу керек, күнделікті 10 мың қадам жасалу керек, осындай жасалу керек, ондай нәрсе болмау керек, миға блок қоймау керек. Бізге күнделікті сол жасалып тұру керек. Бізге маңыздысы сол дисциплина. Күнделікті сол нәрсе жасалып тұр ма? Жасалып тұр. Таңертең сол 5-те тұрлы оянып жатырсың ба? Оянып жатсың. 2 минут болса да медитация жасадың ба? Жасадың. Түк жасамағаннан 2 минут жай ғана көзіңді жұмып отырып, музыка қоспасаң да, көзіңді жұмып отырып, демалғаныңды қадағалап отыру 2 минут жасалды. Шүкіршілік, жаңа айтқанымда 3-4 қатар Аллаға сансыз шүкір, осыны арманым деп 3-4 қатар ғана жазып қойсаңыз болды. Кітап 30 бет жазып қойған болсаңыз, күніге 20 бет оқуым керек деп, соны оқу үшін тырыспаңыздар. Бірдеңе қылып мен соны оқуым керек деп. Ондай бір, қалай айтсам екен, шектеу ешқандай болмау керек. 30 бет дедім, 30 бет оқылу керек, 30 бет оқымасам біреу келіп мені ұрсады деген сияқты. Жоқ, 30 бет жаздыңыздар ма? 5 бет оқысаңыздар, 10 бет оқысаңыздар да, әрине 30 бет күнделікті, 30 бет кітап оқысаң өте керемет, бірақ енді кейде болмай жатады сол. Бала шағаң ерте оянып қалады. Менде көбіне осы қызым ерте оянып қалады. Қызым оянғаннан кейін менің нем бұзылады да, назарым басқа нәрсеге ауып кетеді, содан кейін мен кітап оқи алмаймын. Әлде болмаса күйеуім ерте тұрып қалады. Күйеуім тұра сала менде хабар тыңдайды. Телевизорды ашып қойып, айғайлатып хабар тыңдайды. Ал мен басқа бөлмеге кетіп қалсам, телевизордың дауысы шығып тұрса, кітап оқи алмаймын.
Сондықтан да кейде ол 30 бет болмай қалады. Сол үшін бірақ сол күнгі оқыған кітабым маған сол азық болады. Мен соған қанағат тұтамын. Мен сол 30 бетті оқымадым деп ана оқылған 5 бетімді құнсыздандырмаймын да. Сол оқығаныма мәз болып қуанып жүремін. Одан кейін таңертең міндетті түрде далаға шығып жүріп қайтамын. Кейде болады мынадай, кеше 10 мың адым жасадым ғой, бүгінгі 5 мың адымды жасап тастадым, бүгін шықпай қойсам деп, кейде осындай менде ойлар болады, миы қарсыласып тұрады да, бүгін шықпай қояйын деп. Сағат мысалға 6:30-да шығып жүрген болсам, сағат 7-ге дейін солай отырам. 7-ге дейін шықпай отырам. Ми қарсыласып жатады, бүгін шықпай қой, бүгін бір күн шықпай қалсаң ештеңе етпейді деген сияқты. Бірақ мен сағат сол 7-ге шамаласқан кезде өзімнен өзім ұшып тұрамын да, барып спорт киімдерімді киемін да, есікті жауып шығып кетіп қалған болды. Басқа амал жоқ, өйткені отырсаң отыра бересің. Кофе ішейін кішкене, отырайын деп отырсаң отырып қаласың. Сол үшін мен сыртқа шығып кетіп қаламын. 5-те тұрып 8-8:30-ға дейін не істейтінімді айттым. Және де оның пайдасы маған тиіп жатыр. Таңертең өте керемет бір көңіл күймен басталады. 5 мың адым жасап келгеннен кейін жақсы настроениеде, жақсы көңіл күйде боласың. Кешке дейін сол жақсы көңіл күй сақталып тұрады. Сол үшін әйел баласы енді бала-шаға үлкейген болса, әлде болмаса жағдайларыңыз болып тұрса, онда осының бәрін жасау керек. Өйткені менде де кезінде болған жоқ мұндай жағдай, өйткені балдар кішкентай. Олар мен енді далаға жүріп қайтамын деп шығып есікті ашып бастасам, оянып кетеді. Сосын жылайды кішкентай әлім. Емем деп жылайды. Солай мен қайтадан үйге кіріп, солай шыға алмайтынмын. Көптен бері армандап жүргенім осылай. Балаларым үлкейсе, олар ұйықтап жатады, күйеуім де ұйықтап жатады, мен сыртқа шығып жүріп қайтамын деген сияқты. Сондықтан да Инстаграмда егер өте мына идеалды картинкалар көріп жатсаңыздар, қаттанды көңілдеріңізді түсірмеңіздер. Өйткені олар жалғыз тұратын қыздар шығар, немесе балдар үлкейіп кеткен қыздар шығар. Олар да кезінде қиналған болар. Сондықтан да қазір күніне 10 мың адым жасап жүрмін, кафеде қазір кофе ішіп, кітап оқып отырмын. Үйіне келіп әдемі тарелкаларды, әдемі таңғы ас жасап, солай әдемі үйін көрсетіп жатса, қатты қамықпаңыздар, менде неге болмай жатыр, мен неге осыны жасай алмай жатырмын деп. Сіздерде де болады. Ол өзінің уақыты бар. Өзінің уақыты келген кезде бұл да болады. Ең бастысы соған талпыну керек. Ертең балдарым өскен кезде жүремін, мен де далаға шығып серуендеймін деп, ертең балдар өсіп кеткеннен бәрі жай-жайына қалмау керек. Әйел адам кішкене өзіне көңіл бөлу керек, өйткені біздің де құқығымыз бар. Сол таңертең ерте тұрып, таңғы 8-8:30-9-ға дейінгі сағат, ол біздікі болу керек. Сол кезде жаңағы айтқан ритуалдарды, енді менің өзімнің таңдап алғаным таңертеңгі осылар. Сіздер мүмкін басқа нәрсе ұнататын шығарсыздар. Тек қана сағаттап кітап оқуды ұнататын шығарсыздар, немесе басқа дүниелер жасағыларыңыз келетін шығар. Осыны таңертең ерте тұрып жасау керек, өйткені басқа уақытта уақыт болмайды. Әсіресе балалы шағалы кішкентай балдары барлар, мен сияқты. Сол балдар ұйықтап жатқан уақытты таңдау керек. Кешкісін балдар ұйықтап қалғаннан кейін өзіміздің де күшіміз болмайды. Не ұйықтап қаламыз, немесе диванда жатып кино көргіміз келеді, бірдеңе істегіміз келеді. Ештеңеге зауқымыз болмайды да, шашып жатқаннан кейін. Сондықтан да таңертеңгі уақыт ең жақсы уақыт. Бұны енді ілім адамдар да айтып жатыр, шетелдік коучтар, психологтар да айтып жатыр, таңертеңгілік уақыт ең құнарлы уақыт деп. Сондықтан да өткізіп алмаңыздар таңғы уақыттарды. Таңертең мен жүріп жүрген кезде оның үстіне мен аффирмациялар айтамын. Музыка әлемінде аффирмациялар бар, соларды тыңдаймын наушникпен. Неше түрлі жақсы аффирмациялар бар, ютубтан қарасаңыздар болады. Сол күнге сіздерге бір күш қуат береді, позитивті көңіл күй сыйлайтын сондай аффирмациялар бар. Соларды тыңдап, бірге өздеріңізде ауыздарыңызбен айтып, солай күндеріңізді бастауыңызды тілеймін. Мен өзім солай жасап жүрмін. Алла қаласа, Алла бұйыртса, осыны жалғастырғым келеді. Енді қыс айында бәрібір жаз сияқты болмайды ғой, бірақ енді сонда да қолдан келгенше осыны өмірімнің бір бөлшегіне айналдырғым келеді. Не осы мен айтқым келгені, қолдарыңыздан келіп жатса, осы таңғы уақытты өткізіп алмаңыздар, 8-9-ға дейін ұйықтап жатпаңыздар, ерте тұрып,
тым болмаса далаға жүрмесеңіздер де үйдің ішінде кәдімгідей жеңіл желпі таңғы дене шынықтыруын жасасаңыздар болады, йогамен айналыссаңыздар болады үйдің ішінде, егер далаға шыққыларыңыз келмесе. Кітап оқып, көңіл күйіңізді жақсартып, солай күнді жақсы бастасаңыздар, өмір керемет болады. Осы айтқым келгені. Сіздерден қолдау күтемін. Лайк басып, комментарий жазып, мені қолдап кетсеңіздер, өте қуанушы едім. Келесіде кездескенше сау болыңыздар.